Қайырлы күн тағы да. Бізге уақыт бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге үлкен рахмет. Жалпы Ғалияш ханым, бірер күнде еліміздегі мектептердің барлықтарында алғашқы қоңырау соғылады. Қаншама бала бірінші сыныпқа енді барады, мектеп табалдырығын жаңадан аттайын деп жатыр. Осы тұрғада балалар мектепке енді берейін деп жатқан ата-аналардың көкейінде бірнеше сұрақ мазалайды. Мәселен, баламды жалпы мектепке ерте беріп жатқан жоқпын ба деген. Бала мектепке қаншалықты үйренісіп кетеді, мектепке дайын ба? Жалпы психологиялық тұрғыда қандай да бір тұжырымдама бар ма, бала осынша жаста мектепке дайын болады деген? Біріншіден, егер де баланы 5 жаста беретін болса, ерте болады. Себебі мидың дамуы болады, сатылап қысқа мида. 16-17 жасқа келген кезде бала ми толық дамып болады. Сондықтан да 5 жастан 6 жасқа дейін баланы ерте беру. Ал енді 6 жастан бастап 6 жастағы баланы мектепке беру керек па деген үлкен сұрақ, себебі ол баланың ерекшелігіне байланысты. Оны баланың анамнезиясына қарап байқаймыз. Мысалға 3 жасында қалай дамыды, 1 жасында бала қалай дамыды, тілі қай кезде шықты, қай кезде жүрді, иә? Немесе сепарация анасымен қай кезде болды? Сепарация дегеніңіз, яғни ажырау, иә? Кейбір балалар 7 жасында да анасынан ажырай алмайды, мектепте қалмайды, жылайды деген секілді. Көрдіңіз бе? Самостоятельность. Өзін қамтамасыз ете алатын жасқа жетті ма? Дәретханаға өз еркімен бара ала ма бала мысалға да? Бұл біріншіден. Егер осының бәріне ата-ана көз жететін болса, бала өзін қамтамасыз ете алатын болса, баланың мектеп бағдарламасында отырықшылығы дамыған болатын болса, 4-5 сағат алып отыратындай, мектеп бағдарламасын шыдап отыратындай балада отырықшылық дамыған болатын болса, онда баланы беруге болады 6 жастан. Ал егер де сіз көріп тұрсаңыз, балаңыздың өте мазасыз екенін, жылау екенін, сізбен сепарациялық ажырау әлі болмағандығын, балаңыздың, ондай болатын болса, сіздің балаңыз әлі де ойын баласы дайын емес деген сөз. Баланы мектепке беріп жатырған кезде, балада алғашқы 90-нан, алғашқы жыл деп айтпай қойық, алғашқы 90-нан бастап мектепке барғысы келмейтін, яғни ынтасыз бару сабаққа, ынтасы жойылып кетеді бірден. Қызығушылығы бірден мектепке деген жойылып кетеді. Неге? Себебі сіз балаңызды мектепке даярлап жатырған сәтте оған қандай ақпарат бересіз? Осыған байланысты. Қалай дайындау керек? Баланың қызығушылығын қалай арттырамыз? Сабақ, ертең сен мектепке барғанда сабақ оқисың, мұғалімді тыңдау керексің. Егер сен мұғалімді тыңдамасаң, мұғалім сені ұрсады, сені тақтаға тұрғызып қояды, сабағыңды оқымасаң 2 аласың, сосын бізден таяқ жейсің дейтін болсаңыз, ол баланы каторгаға дайындап жатқандай боласыз. Ол балада мектепке деген ынта, қызығушылық болмайды. Бұл біріншіден. Екінші, сіз балаға демалыс уақытын бердіңіз ба, әлде баланы жаз бойы партада жеттіңіз бе? Дайындық орындарында, арнайы дайындық мекемелерінде. Басқа балалардың бәрі жазда демалып, ойнап, партаға келіп отырады. Ол бір 10-15 күнде адаптациядан өтіп, энергиясы бойында енді қалыпты сабаққа кірісе бастайды. Ал сіздің балаңыз өзі шаршап келеді. Энергияны көп жейтін бұл ми, ойлау. Ой мен шаршап келеді бала, партаға отырады. Партаға бала отырған кезде мұғалімнің даусынан да беретін ақпаратын да қабылдай алмайды, және ол шаршаңқы күйменен онда адаптацияда жүрмейді, онда ынтада болмайды. Сондықтан да бала мектепке баратын кезде ең болмаса 1 ай бұрын баланы толық демалдырған дұрыс. Одан кейін, әсіресе 1-ші сыныпқа болатын балаларда арнайы норматив еш жерде жоқ. Балаңыз 20 сөйлем оқып барсын, немесе көбейту кестесін біліп барсын, 100-ге дейін санап, оны есеп шығарып барсын деген норматив еш жерде жоқ. Бұл мұғалімдер арасындағы бәсекелестік, немесе ата-аналар арасындағы бәсекелестіктен туған нәрсе. Сондықтан да балаңыздың мектепке оқып, жазып баруына бар ынтаны салмаған дұрыс. Қатарынан қалып қояды. Бұл сіздің қорқынышыңыз. Қатарынан қалып қояды деген. Яғни, сіз өз қорқынышыңызды балаға бермей, баланы еркін. Ол балаңыз жақсы сурет салып барсын. Ол балаңыз қимыл қозғалыс ойындарына шебер болсын. Ермек сазбен жақсы ойнайтын болсын. Сонда балаңыздың логикалық ойлауы да, қабылдауы да, зейіні де жайлап мектепке барғанда бар қалыптасады. Шетелдің
білім беру саласына көбірек көңіл бөлгеніміз дұрыс. Оларда 3-4 сыныпқа дейін балаларды бағалау жоқ. 3-4 сыныпқа дейін балаларды 45 минуттан қақитып отырғызу жоқ. Еркін қимыл қозғалыс, Жапония елін алайық, міне осы елдерде білім саласында үлкен мән беріледі. Баланың бастапқы мектепке, сабаққа ынтасы жойылмас үшін бірінші оның оқуға деген, сол оқу беретін ордаға деген махаббатын оятуға, ынтасын оятуға. Ал бізде бас салып балаға білім. Алғашқы кезден бастап баға қоя бастайды. Баға қою оның өзін-өзі бағалауына әсер етеді. Бір балалар өзін баға арқылы ғана бағалайды, немесе олардың ата-аналарының көзқарасы тек балаға баға арқылы өзгереді. Ал бір балалар өзін баға арқылы өзін төмендетеді, өзгереді. Және ол барып жүрген жеріне жек көрушілік болады. Және мектепке баратын кезде мектеп формасын таңдағанда, мектепке апаратын құрал-жабдықты таңдаған кезде балаға өзіне таңдауға мүмкіндік беріңіз. Міндетті түрде. Өзіне. Сапасына сіз мән беріңіз, ал моделіне бала мән бергені дұрыс. Өйткені бұлда баланың сол мектепке баруына ынтасын оятады. Өзі таңдаған киіммен өзі жүгіріп баратындай болады. Дұрыс айтасыз, Қалияш ханым. Енді мынадай да мәселе болады. Түрлі балалар болады. Кейбір баланың кішкене тілінде кемістігі болады, ырға тілі келмейді, кейбір әріптерді айта алмайды, кекештен сөйлейтін балалар болады. Ол балалар ертең қасындағы достарынан қандай да бір кемсітуді көрмеу үшін осы тұрғыда жалпы ата-ананың рөлі маңызды ма, немесе мұғалімнің рөлі маңызды ма? Біріншіден, егер баланың тіл мүкістігіне, тіл мүкістігін айтайық, көп нәрсе бізде эмоционалдық байланыстан беріледі. Яғни ата-анада қобалжу қаншалықты жоғары болса, және сол нәрсеге қатты көңіл бөлу жоғары болатын болса, соншалықты балада да қобалжу жоғары болады. Және өзінің сол кемістігіне үлкен қатты мән беру болады. Егер ата-ана ол нәрсеге мән бермесе, және ата-ана міндетті түрде бұл негізі ырға тілі келмеген мүкістік деген нәрсе мектепке баратын кезде емес, бала 4 жасқа келген кезде, егер ол дұрыс сөйлей алмай тұрса, фразалық сөздерді толық айта алмай тұрса, немесе дыбыстарды анық айта алмай тұрса, ата-ана дабыл қағу керек, ертерек қимылдау керек. Себебі балалардың бір-бірін күлуінен, мазақтауынан ол ешкім қорғап қала алмайды, біріншіден. Екіншіден, балалармен алысып жүре алмайсыз. Көрдіңіз бе, әртүрлі тәрбиеден әртүрлі қабылдауы. Сондықтан да бірінші кезекте ертерек қамданып, баланың тіліндегі мүкістіктерді ертерек жоюдың амалын жасау керек. Өйткені логопедпен жұмыс дегеніңіз бір күндік жұмыс емес ешқашан. Ол кемі 6 ай, 1 жылдық жұмыс. Бұл біріншіден. Екіншіден, егер сыныпқа балаңыз сол ырды айта алмай барған болса, бірден мұғаліммен сөйлесіңіз. Мұғалім сыныпқа мектеп психологына келіп, немесе өзі алдын ала бірінші күннен бастап бір-біріңді қолдаңдар. Араларында оқи алмайтын бала бар әлі, есеп шығара алмайтын бала бар. Оның бәрі дұрыс, бәрін үйрену үшін келдіңдер. Болды. Сұхбат болғаннан кейін олар бір-бірін мазақтамайды, себебі олар бір кемеде екендіктерін сезінеді. Көп негізі күлкі, мазақ қылу деген нәрсе сыныпта да бір балалар болады, соған өте бейім, сондай кемшіліктерін іздеп жүретін. Негізі бұл балаларды именно жаңағы ырға тілі келмейтін баламен емес, кемшілік бар баламен емес. Сол кемшілікті көзге шығып айтып күліп тұрған баламен психолог жұмыс жасау керек. Және оның ата-анасымен жұмыс жасау. Сол ата-аналар қалай түсіндіреміз балаларға ондайды жамандауға болмайтынын? Баланың ішінде контейнерленген бір ашу зат тұр. Жаңағы мазақ қылып күліп тұрған баланың ішінде контейнерленіп, отбасынан жинап әкелген бір ашу зат тұр. Яғни сондай қарым-қатынасты оған біреу жасайды, немесе оны ызаландырады. Ол соны, яғни өзінің ішінде контейнерленіп ашу зат шіріп кетпеу үшін басқа балаға шығарады. Проекция деп айтады оны. Соңғы сауал, елімізде инклюзивті білім беру үрдісін қосып жатыр. Яғни, ерекше қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беретін мектептерде оқытады.
Осыған жалпы көзқарасыңыз қалай? Қаншалықты дұрыс кәдімгі ерекше күтімді қажет ететін балаларды қарапайым балалармен бірге оқыту? Осы нәрсеге өте көңіл бөлетін дүние бар да. Бала дайын емес. Баланың психологиясы өзінен басқа ерекше баланы қабылдауға дайын емес. Оның ата-анасы оның ар жағында дайын емес. Себебі ата-ананың ойынша ол бір жұқпалы ауру сияқты. Ол жасаған әрекеттер арқылы өзінің баласы да оның қимылын қайталайды, оның тілін қайталайды деген сияқты қорқыныш болады. Яғни, ондай дүниені жасамас бұрын бірінші кезекте бала балабақшаға барады. Немесе арнайы дамыту орталықтарында болады. Сол жерлерден бастап-ақ, 3 жасынан бастап-ақ, 4 жасынан бастап-ақ балаға бірінші кезекте өмірде сондай балалардың бар екенін, оларға көмек керек екенін түсіндіріп және ойын арқылы көрсетіп үйрету керек. Мысалға, коляскаға салып, тасып, итеріп, мысалға да, қолы тамаққа жетпей отырған балаға қолын көрсетіп, көмектесіп салып да. Яғни олар сол балалар туралы ақпаратты біліп бару керек. Және олардың психологиясында оларға көмектесу керек, және оларды қабылдау керек деген тұру керек. Көрдіңіз бе? Ал бізде программа шығарылады, ал балалар көбіне қандай болады? Эксперименталды кроликтерге айналады. Ол сол жерден біліп келу керек сияқты. Олар білмек түгілі, олардың ата-аналары да дайын болмай келеді, бала түгілі. Сондықтан да бұндай дүниені бастамас бұрын аяғын кесіп, басын кесіп, ортасын бермей, басынан бастау керек. Біз осындай білім беру жүйесін қосқан уақытта оны көрсеткіш ретінде әлемге көрсету үшін жасаймыз ба? Әлде біз мына сол жаңағы көмек, аса ерекше көмекті қажет ететін балаларға көмектесу үшін, және біз тек оларға көмектесу үшін жасалмайды бұл бағдарлама. Кәдімгі сау адамдардың да санасына үлкен көмек ол. Оның бойында мейірімділікті ояту үшін, жауапкершілікті ояту үшін, басқа балаға қарау арқылы өз өміріне жауапкершілікті ояту үшін. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл нәрсенің мағынасы, мәнісі неде? Көрсету, жоба жасау ғана ма? Әлде бұл жобаны расында да бір мақсатпен жасау болса, бала бақшадан басталатын жұмыс. Рахмет, Ғалияш ханым, сұхбатыңызға уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.